Өмірді үзген өкпе болған оқиға желісімен. Ажалдың айғайлап келмейтін дүйім жұртқа белгілі. Қалайда болса ел жұрттың көз алдына шауып жүрген ер азаматтың аяқасты өмірден көшуі, оны жақсы білетін адамдарға жарық аспанда найзағай шағылғандай әсер етті. Барлық ел жұртты жора жолдасы ағылып қазалы отбасына барып көңіл айтып жатты. Жақсы жігіт ағасы еді. Алпыстың өнеріне әріне шықса да жас баладай шауып жүретін елгезек, кішіпейіл, ешкімді жатсынбайтын ақжарқын мінезді жайдарлы жан еді. Тіршілігінде қандай қызметін тізгіні ұстамасын абыройлы атқарып, беделді болды. Жолдас орасында көп екенін соңғы сапарға шығарып салуға жиналған 300-ден астам адамдардың қарасынан білдік. Алайда сол қаралық қазаға жиналған адамдардың арасында лезде бір сыбыс әңгіме таралып кетті. Ер азаматтың аяқасты өмірден көшуіне бір гәп бар екен. Ақырын бәсен дауыспен айтылған әңгіменің төркініне ұққанымыз, отағасы сонау бір жылдары алдағы тіршіліктің қамын ойлап, шаруа қожалығын құрып, барлық малын туған інісінің алдына салып беріп, жағдайын жасап отырыпты. Малшылардың жалақысы, жем-шөбі және тағы басқа шығындарын осы уақытқа шейін өзі көтеріп келіпті. Кейін зейнеткерлікке шықса да, сол шаруа одан әрі жалғаса бергені көрінеді. Бірде жұбайы Күлпәнін малдарында түгендеп алсаң қайтеді деген сөзіне тумысына ақкөнін отағасы. Түгендеп қайтемін, екі туып бір қалған ағатайымның баласының елігінде ғой, барлық жағдайын жасап отырмын деп тыңдамай жүре жауап беріпті. Біраз жылдар өткен соң Алматы қаласында қызмет жасайтын ұлы үйленбекші болады. Отбасымен қуанған жігіт ағасы ақ түйенің қарны жарылды деген осы деп жылма-жыл мал өсіп беріп көбейіп жатқан шаруа қожалығына шауып келеді. Інісіне болатын қуанышты хабарды жеткізіп, ірі қараның біразын сатып, қаржы жасайтын айтады. Алғашында інісі, «Он шақты жылқыны сатсам дейсін, оны кім сатып алады?» деп қашқақтапты. «Алушының өзі табамын ғой, кішкене бағасын сүрем, соғым іздеп жүрген жолдас жорам жетерлік. Тек сатып алушы келгенде малды көрсетіп, тиын тебенін өзі санап алып қал. Мен бұл жаққа қайта-қайта келе алмаймын, шаруа көбейіп тұр» деп жөнін айтыпты. Сонда асығыс айтып кеткен отағасы жатпай тұрмай жылқыны саудалап, қалада бір тыным таппапты. Шында да таныстардың арасында сатып алушылар табылып, айналасы 10-15 күнде 10 шақты жылқысы сатылып кетіпті. Қаржы шаруасы реттелгеніне қуанған отағасы жұбайына, «Еңбектің үлкені осы інімде ғой, ренжітпейік, қолына біраз тиын тебен беріп кетейік» деп ақылдасыпты. Әйелінің, «Неге ренжиді? Ана қаладағы үлкен қызын грантқа оқуға түсіріп, ықпал еттің. 5-6 жыл үйімізде тұрғызып, қамқоршылық жасадық. Енді қызметке іліндірдің. Көзі соқыр болып қала жаздаған кішінісі Алматыға барып, ақшасын өзін төлеп, ота жасаттың. Айта берсем, жасаған жақсылығының ұшан теңізі ғой» деген сөзіне, «Ой, қойшы, жақсылық жасасам өзімнің ұрпағым ғой, саусақпен санап айта берем бе? Ұят болады» деп бетіне қайтарып тастапты. Сонымен олар кешкі қараңғылық үйіріліп қалғанда, шама жылтылдап, алыстан көрінетін малшауылға жеңіл көліктермен жетіпті. Мал қоралап жүрген інісі мен үйінде отын жағып отырған қара торы әйел оларды бірден жақтырмаған салқын қабақтарымен білдіріп, ойында дәнеңе жоқ отағасы. «Ал 10 жылқы сатылды, әрқайсының бағасы өзім белгіледім. Менің есебімше 3,5 миллиондай теңге жиналды.
ұлынды тойында да, құдалығында да жетіп қалар деп әңгімесін бастайды. «Қайдағы 3 миллионды айтып тұрсыз?» деп шаңқата қалған інісінің әйелінің даусынан ерлі-зайыпты екеуі де селк ете қалды. «Міне, есебім бар» деп отағасы қалтасынан қағазын шығарып, даладан сондарынан ере кірген інісіне берді. «Ол есепті білмейміз. Біздің есебімізде сіздің тек қана 2 биеңіз ғана бар болатын» деп жүзінен түгі шыққан пысық әйел басын қиқаңдатады. «Қалайша?» деп отағасын таң қалған аузыны ашылып қалыпты. «Мен осыдан 10 шақты жыл бұрын бір үйір, яғни айғырымен 13-14 бас жылқымды алдарына айдап әкеп бердім ғой. Ай сайын баққан қаққандарын жалақы төлеп отырдым». «Иә, солай ғой, бірақ мал болған соң өлім жетім болады» деп інісінің үні мұрнының астына міңгірлеп шығыпты. «Ауырған өлген жылқы болса неге келіп кетіп жүргенімде айтпадың» деп бұл әңгіменің төркініне түсінбеген отағасы таңғалады. «Қайным, сонда 10 шақты жылда 5-6 бие құлындаса да жылқының саны 40-тың үстіне шығып тұр ғой. 2-ақ малыңыз бар деген не сөзің?» деп бәрін тыңдап тұрған отағасының әйелі Күлпан шыдамай әңгімеге араласады. «2 бас жылқының ақшасын бергелі тұрғанымызда да рахмет айтыңыздар. Сотқа берсеңіз де біз сатылған жылқылардың ақшасын толық бере алмаймыз. Әңгіме осы. Ауылдық округтың кітабында барлық мал біздің атымызға жазылған» деп інісінің долы әйелінің бетбақтарының түрін көрінбейді. «Алтын көрсе періште жолда таяды» деген сөзге сене беруші едім. Бірге туып, өмірден ерте кешкен бауырымның баласы ғой деп саған шексіз сенгенім ай. Менің ту сыртымнан қадалған тұрған пышақтың құны 3 миллион теңге ме? Ақша үшін мені неге жерге қаратып сатып кеткені не? Деп қатты ашуланған отағасының қаны көтеріліп басына шығыпты. «Аға, біздің де бала шағамыз бар дегендей, ішіп жеміз тағы бар» деп інісі міңгірлеп басын төмен тұқырықтапты. «Әй, неменеге сүмірейіп тұрсын? Мұлқау болып қалдың ба? Айтпайсың ба? Малын жоқ деп. Олар бұл малдарсыз-ақ бай адамдар ғой. Бетін сығып отырған біз дейсің бе?» деген інісінің әйелінің дауысы тіпті ышқынып шығыпты. «Інім, бауырым» деп иметайым езіліп жүрсем, сатқын болып шыққаның қабырғамды қайыстырып тұр. Осы жасқа келгенімше саған қамқор болып, жақсылығымды аямап едім. Тіпті сотталып кете жаздағанында түрмеден де аман алып қалып едім» деген отағасының күйінішті дауысы әзер шығыпты. «Аға, ренжімеші, мына әйел құлақ етімді жеп қойды» деп інісі басын салбыратып, көзімен жер шұқыпты. «Ой, әкенің, бір әйелдің етегінің астынан шыға алмаған ез екенсің. Жүр, Күлпан, қайтайық. Менде енді бауыр жоқ, мұнда енді аға жоқ» деп салы суға кеткен отағасы сұп-сұр болып үйден шыға кете беріпті. «Аға, 2 жылқының ақшасын алыңыз» деп соңынан ілесіп шыққан інісіне. «Керек жоқ, алмаймын. Бауырдан саған ақша артық болған екен. Жастанып жата ғой» деп қолын сілтеп, жеңіл көлігіне отырып, жұбайы екеуі жүріп кетіпті. Сонда отағасы жол бойы қатты қапаланып, қабағы түйіліп, жұмған аузын ашпапты. Күйеуінің әлем тапырақ ашулы жүзіне қарап, болған келеңсіз әңгімені әрі жалғастыру отқа май құйғандай әсер ететін білген жұбайы да үндемеген көрінеді. Үйіне келгеннен соң отағасы үн-түнсіз жатып бөлмесіне кіріп,
төсегіне жантайып жата кетіпті. Ас үйге кешкі тамақ әзірлеп жүрген Күлпан бір кезде жерге дүрс ете түскен дыбысты естиді. Ол шошып кетіп, жатын бөлмеге жүгіріп кірсе, төсектен құлаған отағасы арыстай болып жерге созылып жатыр екен. Бауырымның қиянатына өкпелеген ер азаматтың жүрегі шыдамай шарылып кеткен көрінеді. Одан кейінгі естіген хабарымыз, сол інісі мен әйелі беттері бүлк етпей жылап сықтап ағасының қазасына көңіл айтуға келіпті. Сол күндері әдейі жасалғандай көрінеді. Оларға жаны ашыған жақын манда пенде болмапты. Арада көп уақыт өтпей-ақ жайылымда жүрген жылқылары, ірі қара малдары әлде қандай аурудан аяқ асты, ен далада домалап, арам қатып, қырылып қалыпты. Оны көрген інісінің долы әйелі жоқтау айтып, өз шашын өзі жұлып, жата қалып жер тырмалапты. Мұны естіген ауылдың қариялары малын иесі алып кетті деп басын шайқапты. Мұны біреу түсінеді, біреу түсінген жоқ. Тек қана өкпе өмірдің үзген абзал азамат енді арамызда жоқ.